Сәлеметсіздер қадірмен көрермен, IT сервис KZ каналына қош келдіңіздер. Бүгін бізде ремонтқа келіп түскен телефон, ол Samsung G2 Core G260 SM G260. Арқасы ашылады. Келген мәселесі телефон әрине Google аккаунт блокировкасына түсіп қалған. Және далее деген келесі бетке өткізбейді. Және бұл жерде бұл видеоны түсіріп жатқандағы себеп бізде телефонда Android версиясы енді әрине 8, бірақ загрузчик версиясы 7-ге көтеріліп ауысып кеткен. Яғни алдыңғыдай біз Exchange арқылы бетіне пин-код қою арқылы бетін Google аккаунт блокировкасын аша алмаймыз. Яғни бұған Google аккаунт жазу керек болады. Әне оны қалай істеуге болатындығын көреміз қазір. Міне сіздер осы жерге келген болсаңыздар артқа қайтамыз. Мына жерде қазір добавить сет настройкин белгісімен ештеңе шықпайды. Яғни бұл жерде тек қана біз интернетке кіру тәсілі, яғни браузерге кіру жолы бізде тек қана бір ғана жол бар. Ол сим-карта саламыз да. Сим-карта, яғни пин-код сұрайтын сим-картаны саламыз. Және телефонды өшіріп қосамыз. Телефон қосылсын, жалғастырамыз. Мінекей, бізде телефон қосылды. Мінекей, сим-картаның несін сұрап тұр бізден, яғни введите пин-код разблокировка сим-карты. Яғни сим-картаның пин-кодын сұрап тұр. Сим-картаның біздің жағдайымызда Теле2 номері. Яғни Теле2 номерінің дұрыс пин-коды 40 бізде Қазақстанда. Енді сізде актив болуы мүмкін, сол кез келген сим-картаның дұрыс пин-кодын білсеңіз болды. Яғни пин-кодын тереміз. Және телефонды біз окейді басқан құлпы ашылып жатқан кезде өшіріп қосу кнопкасын 3 реттен басамыз. 1, 2, 3 тездетіп басуымыз керек. Дік еткізіп. Келіңіздер, пин-кодты жазамыз. 40. Окей, 1, 2, 3. Бір рет басып жібереміз. Ешқандай дауыс шыққан жоқ. Және бір басқанда ол бізде беті құлтанған күйінде қалатын екен болады. Енді біз не істейміз? Настройка уведомления деген осыны. Настройка устройства Android дегенде осында былай кішкене төменге былай сырғытамыз. Былайынан. Енді бұл жерден настройка уведомления кірсек те болады, немесе настройкин белгісіне басып кірсек те болады. Настройкин белгісіне баса салайық. Және телефонның версиясын көрсетіп кете салайық осы жерден. Сіздерге жарқырап көрінбей қалып жатқан жоқ па? Мінекей. Система, сведения телефон, Android версия 8.1, версия прошивка U7, мінекей. Загрузчик версиясы 7. Уровень безопасности Android 1 июль 2020 дейді. Яғни шілде айының бірінші күні. Енді біз не істейміз? Телефон настройкасының ішінен приложение уведомления дегенге басамыз. Все приложения. Ең төменіне түсемізде YouTube Go. YouTube Go деген болады. Осыған басамыз. Төменіне түсемізде уведомлениені таңдаймыз. Дополнительные параметры в приложениях. Яғни Wi-Fi-ға қосылып тұрған болу керек әрине телефондарыңыз. Ең төменіне түсемізде ол приложение дегенге басамыз. Лицензия условия использования YouTube немесе политика конфиденциальности Google. Екеуін біреуіне бассақ та болады. Және біз мына жерде интернет браузерге кіріп кеттік. Позже мына жерде қараңыздар, интернет браузерге кіріп кеттік. Google Chrome сұрауы мүмкін немесе сізден. Енді мына жерге бізге керек болатын мына сайтта жазамыз. Adrom қазір. Adrom bypass. Adrom bypass. Және біріншісін таңдаймыз. Bypass Google аккаунт 2020 Adrom. Яғни осы жерден екі файлды скачать етеміз әрине. Ол бізге 8-6 гамда болады. Android 8-6 гам немесе Android 8-9 гам. Осы екеуін таңдасақ болады. Теңіздер алтын таңдай салайық. Реклама шықпаса артқа бет басамыз да. 8-9 гамға басайық. Разрешить. Начало загрузка. Енді FRP bypass. Енді жерде закладка дегенге басамыз. Выкладка екен. Кешіріңіздер, ол емес закладка. Закладка. Одан кейін журнал. Журналды загрузок. Енді файлы деген таңдай салайық, жарайды қазірше.
список бойынша түссін. Және ол бізде екі файл мінекей жүктеліп тұр. Енді бірінші Android 8.9 гамма APK-ны басамыз. Бұл жерде настройки, разрешителяет источник басамыз, открыть басамыз, установить. Установка болғанын күтеміз енді. Бізден жұмысымызда свет өшіп қалған болатын, соған осылай түсіріп жатырмыз. Енді бұл жерде готованы таңдайсыздар. Енді bypass, FRP bypass APK установить. Бұл жерде открыть. Жоғары оң жақта үштікте. Вход в браузер. Окей. Енді мына жерге өздеріңіздің аккаунттарыңызды жазасыздар. Google аккаунт білетін кәдімгі. Бізде аккаунт жазылды. Перейти. Далее немесе. Енді мына жерге өздеріңіздің парольдеріңізді жазасыздар. Пароль жазылды. Енді далее басамыз. Енді артқа қайтамыз. Перезагрузка жіберсеңіздер де болады. Біз енді артқа қайта салайық. Далее деп сұрап қалады. Бір рет артқа бассақ, бастапқы бақтауға кетіп қаламыз. Мінекей. Запуск. Далее. Интернетке қосылып тұрады. Принять все. Енді жерде свет жарық болмағандықтан қараңғы болған соң сіздерге дұрыс көрінбей жатыр. Енді осылай түсіруге мәжбүр болып отырмыз. Мінекей, аккаунт добавлен. Далее. Ана бетіне пин-код қоя алмаймыз да біз бұны. Не восстанавливать. Біз оның барлығын байқап көрдік. Exchange арқылы пароль қояйық десек қойылмады. Не сейчас, все равно пропустить. Окей, енді мына жерден net деген басамыз. Төменге түсеміз, принять. Готово бұл жерден. Настроить телефон дейді. Жағанға не қойдыр орнына? Мына жерде телефон бір перезагрузка жібереміз. Ошибка сұрап қалса. Бірақ осылай перезагрузка жібересіздер, одан кейін телефон қосылады. Қазір қосылып болған соң жалғастырамыз, не болатынын көрейік. Қараңыздар, ол бізден сим картаның пин-кодын сұрап тұр. Дұрыс пин-кодты біз білеміз әрине. 4.0, окей. Запуск қайтадан өтіп шығамыз енді, достар. Ең дұрысы жаңа аккаунт жазылған соң бір өшіріп қосу керек екен. Ең дұрысы сол екен, я. Wi-Fi-ді күтеміз. Wi-Fi-ға қосылып жатыр. Wi-Fi-ға қосылған соң жалғастырайықшы. Мінекей интернет қосылды. Далее. Мына жерден все, мінекей принять. Енді барлығын білесіздер, ары қарай не істеу керектігін. Осы өткізіп шыға бересіздер. Мына жерде далее. Восстанавливать. Егер осылай шықса сіздерде, енді біздің аккаунт көп телефондар жазылған. Всегда пропустить. Нет. Еще принять. Ең төмен түсеміз, готово. Телефон толықтай Google аккаунт блокировкасынан шығарылды. Мінекей телефон настройкасы жаңа көрсетіп кеттік. Телефон және мәліметін. Номер, модель, осындай, 1 июль. Яғни, Exchange арқылы жазылмай жатса. Енді біз настройканың учетный записқа кіреміз. Егер телефон өзіңіздікі болса, осы күйінде қалдырсаңыз болады. Енді ол клиенттікі болғандықтан біздің аккаунт, ол клиентке біздің аккаунт керегіміз. Сондықтан біз аккаунтымызды өшіріп тастаймыз. Және телефон толықтай пайдалануға дайын. Егер видео ұнаған болса, пайдасы тиген болса, міндетті түрде каналға тіркеліңіздер. Алдағы уақытта бізде көптеген қызықты мәліметтер, видео сабақтар күтуде. Сау болыңыздар.